Бүгін біз 1994 жылы жарық көрген Эйс Вентура комедиялық фильміне шолу жасаймыз. Фильм Майами көшелерінің бірінде басталады. Курьер аса сақтықпен көтеріліп келе жатқан қорабын белгіленген мекен жайға жеткізеді. Қорапты өте суық мінезді ер адам қабылдап алады. Оның сүйкімді шотланд овчаркасы бар болғанымен, есіне қарағанда оған курьер әлдеқайда жан ашыр екені байқалады. Пәтер иесі жеткізу қағаздарын толтырып жатқан сәтте курьер итті білдіртпей алып кетіп, орнына ойыншық көшірмесін қалдырады да еш қиындықсыз кетіп қалады. Бірнеше минуттан кейін иттің иесі алданғанын түсініп, үй жануарының жоғалғанын байқайды. Ол ұрының аты Эйс Вентура екенін біледі. Алайда Эйс Вентура қарапайым ұры емес. Жоғалған әрі ұрланған үй жануарларын іздеуге маманданған жеке детектив болып шығады. Ашуға булыққан иесі оның соңынан қуа жөнеледі. Қуғын кезінде детективтің көлігі аяусыз шабуылға ұшырағанымен, Эйс те, төрт аяқты досы да аман есен құтылып кетеді. Түрлі түсті Гавай жейдесін киген Эйс итті иесіне қайтарып береді. Қуаныштан төбесі көкке жеткен иесі оған қомақты сыйақы табыстайды. Сол түні Джо Робби стадионында белгісіз біреулер Snowflake есімді дельфинді ұрлап кетеді. Келесі күні біз детективтің жеке өмірімен жақынырақ танысамыз. Ол жалдау ақысының жиі төленбейтіндіктен пәтер иесі үнемі мазасын алады. Оның үстіне үйінде нағыз хайуанаттар бағы бар болғандықтан көршілер де оған тыныштық бермейді. Осы уақытта Майами Долфинс футбол клубының қожайыны Мистер Ридл шұғыл жиналыс өткізеді. Ол бас бапкер Роджер Подактерді және клубтың баспасөз хатшысы Мелисса Робинсонды команданың тұмары саналатын Snowflake'тің жоғалып кетуіне кінәлап, қатаң сөгіс береді. Рейдлдің айтуынша бұл оқиға өте ырымшыл команда мүшелерінің рухын түсіріп жібереді. Оның үстіне Америка футболындағы ең маңызды жарыс Супер Вобл басталуына небәрі 2 апта ғана қалған. Егер сол уақытқа дейін дельфин табылмаса, екеуінде жұмыстан шығаратынын ескертеді. Команданың хатшысы Марта Мелиссаға кезінде жоғалған итін тауып берген Эйс Вентурадан көмек сұрауға кеңес береді. Ол детективтің кәсіби шеберлігін ерекше мақтайды. Ал Эйс сол сәтте өте қымбат альбинос көгершінді қуып жүріп, қоқыс жәшігіне құлап кетеді. Дәл сол кезде пейджеріне Мартадан хабарлама келеді. Ол бірден стадионға барып, Мелисса мен және Роджер Подактермен кездеседі. Олар оған дельфиннің жоғалып кеткен жайлы толық мәлімет береді. Эйс ең алдымен Snowflake тұрған бассейнге түсіп, сүзгі жүйесін тексереді. Сол жерден ол алғашқы маңызды айғақ табады. Сирек кездесетін 3 бұрыш пішінді қырланған янтар тасы. Қосымша мәлімет алу үшін Вентура полиция бөлімшесіне барып, ескі танысы Эмилиоға жолығады. Сол арқылы істі тергеп жатқан полицейдің сержант Агуадо екенін біледі. Эйс бұл адаммен бұрыннан бері тіл табыса алмайтын. Сонымен қатар, ол лейтенант Лоис Энхорнмен де сөзге келіп қалады. Полициядан шыққан соң Вентура түнгі клубтың жертөлесінде орналасқан хакер досы Вудстокқа барады. Вудсток оған қалада Рональд Кэмп есімді өте бай кәсіпкер тұратынын айтады. Ол сирек кездесетін балықтарды жинайтын коллекционер әрі футбол клубымен тығыз байланысы бар адам екен. Тіпті стадион салынған жерді де өзі сыйлаған. Осы мәліметтен кейін Эйс дәл осы Кэмп дельфинді ұрлады деп күдіктенеді. Сондықтан ол Мелиссамен бірге кәсіпкердің сән салтанатты сарайында ұйымдастырылған қабылдауға барады. Мелисса миллиардерді әңгімеге тартып тұрған кезде Эйс үлкен су қоймасын жасырын тексереді. Бірақ ол жерден бірнеше алып акуланы ғана көреді. Су ішіне құлап кеткенімен бақытына қарай аман қалады. Қонақ үйден шығып бара жатқанда Эйс Кэмптің саусағындағы сақинаны байқап қалады.
Ондағы янтар тас бассейн сүзгісінен табылған таспен дәлме-дәл сәйкес келеді. Тергеу барысында мұндай үшбұрышты янтар тасы бар сақиналар 1984 жылы Америка футбол конференциясының чемпион атанған командасының барлық ойыншыларына сыйланғаны анықталады. Осыған сүйене отырып, Эйс қылмыскер сақинасындағы янтар тасы жоқ бұрынғы ойыншы деген қорытындыға келеді. Ол бұл туралы милицияға хабарлайды. Ұзақ қуғынмен бүкіл команданы мұқият тексергеннен кейін, детектив тек 2 ойыншыны сақинасында ғана янтар тасы жоқ екенін анықтайды. Ал милиция мен лейтенант Эйхорн дельфинді жануарларды қорғау ұйымының белсенділері ұрлаған болуы мүмкін деген болжам айтады. Бірақ Эйс бұл нұсқаны мүлде қабылдамай, екеуінің арасында тағы да дау туындайды. Көп ұзамай милицияға күтпеген қоңырау түседі. Бас бапкер Роджер Подактер өз пәтерінің терезесінен құлап қаза тапқан екен. Полиция мұны өз-өзіне қол жұмсау деп есептейді. Алайда Эйс оның кісі қолынан өлтіргеніне және бұл алдын ала жоспарланған қылмыс екеніне сенімді болады. Это двойное звуконепроницаемое стекло. Соседка никак не могла услышать крик Подактера, если дверь была закрыта. Ол оқиға орнынан кетіп бара жатып, полиция қызметкерлерін тағы да ақымақтар деп мазақтайды. Енді Вентура бапкердің өлімін Сноуфлейктің жоғалуымен байланыстыра бастайды. Ол көптеген құжаттарды зерттеп, жаңа дәлелдер іздейді. Тергеу барысында милициямен де жақындай түседі. Кенеттен Эйс маңызды бір жайтты байқайды. Команданың бұрынғы орталық шабуылшысы Рэй Финклдің атты ойыншылар тізімінде де ортақ суретте де жоқ екен. Сол себепті оның сақинасы ешқашан тексерілмеген болып шығады. Осы кезде милиция Рэй Финкл туралы шындықты айта бастайды. Рэйдің командалық суретте болмауын милиция былай түсіндіреді. Ол командаға маусымның ортасында ғана қосылған, бірақ қалған ойыншылар сияқты чемпиондық сақинаны алған. Көп ұзамай Рэйдің мансабының сәтсіз аяқталғаны белгілі болады. Сол жылғы шешуші матчтың соңғы секундтарында ол жеңіс голын соға алмай қалып, Майами Долфинс командасы Супер Боул жарысында жеңіліс табады. Мыңдаған жанкүйердің қарғысына ұшыраған ол кейінде ойнауға тырысқанымен, клуб басшылығы келісім шартын ұзартпайды. Баспасөз хатшысының қауіпсіздігіне алаңдаған Вентура милицияны өз пәтеріне шақырады. Екеуі сол түні бірге болады. Келесі күні Эйс Вентура Рэйдің туған қаласына барады. Ол жақта тұрғындардың барлығы дерлік бұрынғы спортшыны жек көретінін ашық айтады. Детектив Рэйдің қарт ата-анасымен кездеседі. Әңгіме барысында бүкіл отбасының тағы бір бұрынғы Долфинг ойыншысы Дэн Мариноны өлердей жек көретіні белгілі болады. Олардың айтуынша, сол тағдырлы ойында Дэн допты дұрыс орналастырмағандықтан Рэй шешуші соққыны дәл орындай алмай, команда чемпиондықтан айырылған. Рэйдің әкесі тағы бір маңызды жайт айтады. Ұлы психиатрлық ауруханадан қашып кеткен, ал оның барлық жеке заттары әлі күнге дейін сонда сақтаулы екен. Эйс Рэйдің бөлмесіне көтерілгенде, қабырғалардың бәрі Дэн Мариноға деген өшпенділікке толы екен көреді. Рэй өзінің сәтсіздігі үшін тек Дэнді кінәлаған. Осыдан кейін Эйс милицияға Дэннің де Сноуфлейк сияқты қауіпке ұшырайтынын айтып, дереу полиция шақыруды өтінеді. Бірақ тәртіп сақшылары келіп үлгермей жатып, Дэн Мариноны белгісіз адамдар ұрлап кетеді. Ұрыларды қуып жете алмаған Вентура полиция бөліміне барып, іс тергеп жүрген лейтенант Лоис Энхорнға білгендердің бәрін айтып береді. Оның пайымдауынша, Сноуфлейктің ұрлануының себебі Дельфинге бұрын Рэй Финкл таққан 5 нөмір берілген. Рэй мұны өзін қорлау деп қабылдап, барлық ашу ызасын бейшара жануардан алмақ болған. Рэй іздеу барысында Эйс пен милиция бұрын Рэй мәжбүрлі түрде емделген психиатрлық ауруханаға барады. Ол жерден кезінде қашып кеткен екен. Эйс өзін Ларри есімді психикалық ауытқу бар футболшы ретінде таныстырып қоймаға кіреді. Рэйдің жеке заттары сақталған қораптан ол маңызды дәлел табады. Оның ішінде Лоис Энхор есімді қыздың жоғалып кеткен туралы газет қиындылары болады. Қыздың денесі ешқашан табылмаған екен. Эйс досы Эмилиодан көмек сұрап, лейтенант Эйхорның жұмыс үстеліндегі тартпаларды жасырын тексереді. Сол жерден ол Роджер Подактердің лейтенантқа жазған махаббат хатын тауып алады. Алайда Рэй мен Лоистің арасында қандай да бір байланыс табу әрекеттерінің бәрі нәтижесі аяқталады. Күтпеген жерден Эйстің кішкентай иті Рэйдің суретінің үстіне жата кетеді. Иттің жүні суреттің үстіне түсіп, Рэйге әйел адамның шашы бардай көрініс береді. Дәл осы сәтте детективтің көзі ашылады.
Эйс сұмдық шындықты түсінеді. Лейтенант Лоис Эйнхорн шын мәнінде бұрынғы футболшы Рэй Финклдің өзі. Мұны ұққан бойда Эйс шошып кетеді. Себебі ол жуырда ғана Лоиспен сүйіскен еді. Ол үйіне жүгіріп барып, тістерін қайта-қайта тазалайды. Киімдерін өртеп жібереді де, ұзақ уақыт душқа түседі. Күдіктінің ізіне түскен Вентура ақыры айлаққа келеді. Сол жерден ол әрі Сноуфлейкті, әрі Дэн Мариноны аман-есен тауып алады. Қылмыскердің сыбайластарын жеңгеннен кейін Лоис Эйсті қолға түсіріп, бірден полиция шақырады. Полициялар келіп, Вентураны тұтқындамақ болғанда, Элиза мен Эмилио келіп, досын құтқарып алады. Сонда Эйс жиналғандардың бәріне Рэй Финклдің кек алу жоспарын түгел түсіндіріп береді. Сонымен қатар, Лоис Эйнхорнның шын мәнінде өзін көрсетіп жүрген адам емес екенін айтады. Дәлел ретінде ол Лоистің көйлегін жыртып, оның шынайы болмысын әшкерелейді. Осылайша бәрі оның Рэй Финкл екенін түсінеді. Сондай-ақ Роджер Падактердің өліміне де осы құпияны біліп қойғаны себеп болған түсіндіреді. Бұл шындықты көрген полиция қызметкерлері де Эйс секілді есеңгіреп қалады. Тығырыққа тіреген Лоис соңғы рет Эйсті өлтіруге әрекет жасайды. Бірақ ақыры өзі Сноуфлейк жүзетін су қоймасына құлап кетеді. Вентура оның қолындағы сақинаны шешіп алып, одан жетіспей тұрған үшбір шпішінді янтар тасының орнын көреді. Бұл оның кінәсін түпкілікті дәлелдейді. Фильм соңында тағы бір күлкілі көрініс көрсетіледі. Америка футболы матчы кезінде Эйске сирек кездесетін ақ көгершінді ұстау тапсырылады. Оны ұстаған адамға $25,000 сыйақы тағайындалған. Алайда Филадельфия Файглс командасының қыран құсының киімін киген тұмары көгершінді үркітіп жібереді. Соның кесірінен Эйс екеуінің арасында тағы бір көңілді төбелес басталады. Осымен фильм аяқталады. Отстань от меня! Отстань от меня!